Әлем дәмді рассольник дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен етті қайнатып, көбігін аламыз. Тұз саламыз. Перловка салып, асықпай 2 сағаттай жай отқа қайнатамыз. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Өсімдік майын құйып, пиязымызды, картопымызды, сәбізді қуырып аламыз. Тұздалған қияр саламыз. Тұз саламыз. Қара бұрыш саламыз. Және томатный пастаны салып, жақсылап араластырып, бұқтырып аламыз. Кейіннен үстіне қайнаған су құйып, жай отта 10-15 минут пісіреміз. Бұқтырып алғаннан кейін ет қайнаған сорпаға салмасын саламыз, жақсылап араластырамыз. Рассольнигіміз дайын.